құрметті көрермендер және оқушылар, бізде бүгін Исатай подкаст жобасында қонақта мектеп президенті Динара. Қош келдің, Динара. Сәлем. Қандай сезімдесіз? Өте керемет сезімдемін. Сұхбат беруге дайынсыз ба? Иә, дайынмын. Бұл біздің алғашқы жобаларымыздың бірі, иә? Сізге ұнай ма бұл жоба? Өте ұнайды, бір жағынан өте қобалжу момент деуге де болады. Себебі бұл біздің бірінші жаңадан ашқан жобамыз. Не болды? Айтса? Қосылмай қалыпты камера. Қомаш! Прикол ұстамады. Сайлауға қандай мақсатпен түстіңіз? Мен сайлауға мектеп өмірін қызықты етуге, түрлі шараларға және мектептің қоғамдық өміріне атсалысуға және де өзімнің лидерлік качестволарымды дамытуға, болашаққа өзіме деген жеке тәжірибе жинауға келіп түстім. Күшті, өте жақсы. Енді осы мақсаттарды жүзеге асырып жатырсыз деп ойлайсыз ба? Иә. Келесі сұрақ, сізге қоятын, президент болып жүрген кезде осы мектепте оқушылар арасында немесе мұғалімдер арасында бір қиындық туындаған сәттер болды ма? Өз басымда ондай үлкен проблема деп атайтын жағдайлар болған жоқ. Бәрі жақсы, иә? Иә. Жалпы парламентте құрамдарыңызда неше оқушы бар? 11 оқушы, өзімен бірге қосқанда, 11 фракция. Түс қайта екінші ауысымда да сізде парламенттер бар, иә? Иә. Бізде жалпы парламентте көп оқушылар бар. Сіздер де егер белсенді болсаңыздар, осы мектептің өміріне араласқыларыңыз келсе, бізге парламентке қосылуға болады, иә? Өте жақсы шаралар өтеді негізі. Осы 10 жыл бойына оқып жатсыз ба? Жоқ, мен бұл мектепке 9-шы сыныпта келгенмін. Бір жыл болған ба тек келгеніңізге? 2-ші жыл оқып жатырмын. Сол аралықта дос таба алдыңыз ба? Иә, бұл мектепте өзімнің өте көптеген достарым бар. Және де буллинг көрсететін екі оқушы бар. Жансайым. Ол сіздің жақын достарыңыз ғой, иә? Иә. Әзіл, шындап қабылдап қалмаңыздар. Жалпы біздің мектепте буллинг жоқ. Осы тақырыпқа айтып кетейікші, буллинг бар деп есептейсіз ба? Мектепте? Шынайы. Мектепте көбінесе жасөспірімдер және кішкентай балалар жүргесін буллинг әр жерде болады деп ойлаймын, әр мектепте. Өйткені ол әр оқушының, әр баланың өзінің санасына байланысты. Андай сәттеріңіз болған жоқ па? Жасағым келмейді, мен президент болғым келмейді, жай қатарда оқушы болғым келеді дейтін сезімдер болған жоқ па? Болды. Әрине болады ондай. Қандай, не үшін болады ондай сезімдер? Кейде үлкен шаралар келгенде немесе жан-жақтан қысым түсіп кетеді ғой. Бір жақтан оқу бар, бір жақтан парламенттің жұмыстары бар, үйдің жұмыстары бар дегенде, сол кезде выгорание болғанда андай бұл уже мен сабақ оқымаймын, президент болмаймын дейтін кездер болады. Бірақ бәрі сөйледі. Әрине. Негізі жақсы ғой, мектептің осындай қоғамдық өміріне араласқан өте жақсы. Жалпы өзіңіз алдағы жоспарыңыз қандай? Парламент мүшелерімен немесе өзіңіздің бір жеке жоспарыңыз болса, қандай жоспарларыңыз бар, бөлісе кетіңіз? Алдағы жоспарымыз жарыс айта беремін. Айта беріңіз. Осы аптада бізде алдымызда жарыс бар, үздік парламентте. Біздің қазіргі сәттегі ең басты мақсатым осы үздік парламенті жарысында бірінші орын алу. Мен де тілектеспін, өте қобалжу үстіндеміз, иә? Өте қобалжуымыз. Енді Динара, біздің көрермендерімізге, оқушыларымызға қандай тілегіңіз бар айтатын? Мен айтар тілегім, білім жолындағы сапарларыңыз жарқын болсын, мектеп өмірлеріңіз қызық болсын, өте көптеген есте қалатын қызықты сәттеріңіз көп болсын. Динара, бізбен бірге болғаныңызға рахмет. Және де достар, біздің Исатай подкаст жобасына қолдау көрсетіңіздер. Және де төмендегі сілтемеге өтіп, парламент инстаграмын тіркеп қойыңыздар. Сау болыңыздар!